Талғат Тамаш шежіресі деген мынандай 2 кітапты алып келді. Өте үлкен кітап екен, мынандайды өте үлкен кітап. Міне қалыңдығы осындай 2 кітап. Осы 2 кітапты алдық. Алақай қуанышымда шегі жоқ. Әкелгеннен отырмын ішін қарап. Бір жағынан қорқып та отырдым, ішінде болмай қалдық па деп. Бүкіл дүние жүзіндегі бүкіл тамаларды жинақтап салған екен. Сонымен міне 420 бетте өзімізді таптым. Міне бұлай кетті аталарымыз. Міне осындай аталар. Міне мынау ата кетті. Сары Батырдан мынау ата кетті. Бұл атадан мынау ата кетті. Бұл атадан мынау аталар кетті. Бұл атадан мынау аталар кетті. Міне Батыр атамыз да бар екен. Міне бұл атамыздан мынау 2 атамыз кетті. Мынау атамызда мынау ата кетті. Мынау атадан мынау аталар кетті. Мынау атадан мынау аталарымыз кетті. Сосын кейін мынау атамыздан мынау аталар кетті. Міне мынау атамыздан міне мынау біздің 2 атамыз кетті. 2 атамыздан міне мынау аталар кетті. Міне бұл аталар енді Ұзақбай, Марқабай, Сегізбай, Сейсенбек, Бақытжан, Бақтыбек, Бауыржан дейді. Енді мына жерде Медет Қайрат дейді. Медеттен Әбдіқадыр, Қайраттан Едіге. Марқабайдан Қайыржан, Талғат, Сейдолла, Ардақ дейді. Ардақты бала деп ойлап қалған ғой. Мына жерде әйтпесе басқаларының жақшан ішіне қыз деп жазыпты. Міне Айзат қыз деп. Ұлдары жоқтарды. Міне Қайыржаннан Емирдің атын қазақша жазыпты. Әмір Әлихан Бинұр деп. Енді ертерек шыққан кітап қой, Мансұр жазылмай қалған. Немерелердің көбісі жазылмаған ғой. Сегізбай Әзім дейді, Сейсенбек Азамат Самат дейді, Бақытжан Жансая Шәрбат Аяна қыз, Бақтыбек Имантай, Наймантай, Нұрбек Нұрәлі дейді. Имантайдан Айзере қыз деп қойыпты. Бауыржаннан Төлеген Әлинұр Бөлтірік дейді. Мен осындай кітаптың ішінен тауып қуанып жатырмын. Алақай ұрпақтарымыз өсіп өне берсін.